Бүгін демалыста балапандарымды қуантайын деп ыстық чүбереки пісірдім. Жасалу жолы өте оңай. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер және балапандарыңызды қуантып қойыңыздар. Алдымен бізге керегінше ұн аласыздар. Мен шамамен 300 граммдай ұн алдым. Соған 3 ас қасық сұйық май қолданасыздар. Одан кейін ыстық қайнап тұрған суымызды, яғни кипяток ыстық болу керек. Тұз салып, сонымен бірге алдымен қасықтың көмегімен араластырасыздар, себебі қамыр өте ыстық. Одан кейін барып қолдың көмегімен салмақ түсірмей қамырымызды илеп жұмыс жасайтын боламыз. Қамырды жұмсақ қылып илесеңіздер, қамырларыңыз жұмсақ болып шығады. Егер қатты қылып илесеңіздер, қатты тығыз болып қалады. Сондықтан қамырмен жұмыс істегенде үнемі салмақ түсірмей жұмсақ қылуымыз қажет. Және 10 минутқа тындыруға бетін жауып жібереміз. 10 минут өткеннен кейін осылай салафаннан алып аласыздар. Одан кейін колбаса секілді пішінге жұмсақ қылып келтіреміз. Одан кейін осылай ұзынша болады. Осыны енді бірдей бөліктерге көз мөлшерімен бөліп аласыздар. Я болмаса өздеріңіз граммен өлшесеңіздер болады. Мен көз мөлшерімен істедім. Осылай түйіп аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен сәл ұн сепсеңіздер болады. Дөп дөңгелек қып, бірдей қып формада жайып аламыз. Қыздар, алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді, лүпіл басуды, өздеріңізбен пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер қалай жасайсыздар, онымен бөлісе отырыңыз. Фаршқа менде тартылған ет, майдалап туралған жуа, қара бұрыш, тұз және 30 граммдай су құйдым. Осылай қамырдың үстіне фаршымызды орналастырып, қасықтың көмегімен жайып аласыздар. Жұқа қып саламыз, ішіндегі фаршымыз майда тез пісуі қажет. Одан кейін осылай қолдың көмегімен басып шығасыздар. Егер сіздердікі жабыспай жатса, шамалы сулап жіберсеңіздер болады қамырдың жиегін. Одан кейін вилкамен осылай шетін әдемілеп бастымдағы қызып тұрған майға салып, қасықтың көмегімен үстіне майды құя отырып, мына чөберекеді томпитып алуымыз қажет. Осылай томпиятын болады, үстіне майды құясыздар. Екі жақ бетін қызартып пісіріп аласыздар. Баяу отта пісіресіздер. Қатты май қызып тұрса, ішіндегі салмасы, яғни фаршымыз піспей қалуы мүмкін. Сондықтан баяу отта бір қалыпты екі жақ бетін аудара отырып, қасықтың көмегімен майды құя отырып, томпитып пісіріп аламыз. Одан кейін осылай майдан шығаратын боламыз. Жіп-жұмсақ қытырлап тұратын, арасындағы салмасының өзі сочный болатын чөберекелеріміз дайын. Дәл осы рецептпен қонақ күткенде де шағындау қылып, әдемі қылып, самсаның бір шетіне қоюға ұсынсаңыздар болады. Столыңызды көтеретіні, сән беретіні, әсемдік беретіні сөзсіз. Сондықтан YouTube каналыма тіркелуді, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әлден Гаухар. Және достар, Instagram парақшамда да Әлден Гаухар деп терсеңіздер, менің фудблог парақшам шығады. Онға да тіркелуді ұмытпаңыздар.